Hello pupils, how are you today? Now let's start today's lesson. I am great to see you again. Now let's start today's lesson. Are you home alone? Every house is a home to people and insects. Here some of the creepy crawlies in the rooms with you. Яғни әрбір үй адамдар үшін және жәндіктер үшін дейді, иә. Онда біраз жорғалайтын жәндіктер әр бөлмеде сенімен бірге болады. There is a nice smell coming from your kitchen. Dinner is ready. Take a look at the kitchen floor. Are there small pieces of food on it? There are great meals for ants. What's behind the fridge and the cooker? Small cockroaches in their hiding place. Яғни сіздің асханаңыздан дейді әдемі иіс шығып жатыр, яғни тамақ дайын болды, және де сол ас үйдегі еденге қарасақ майда тамақтың бөліктерін көреміз дейді. Бұл тамақтар құмырсқаларға арналған дейді. Және де тоңазытқыштың, газ плитаның артын қарасаңыздар, ол жақта тарахандар болады дейді. Are you tired? Your bed is the best place to relax together with those small black bed bugs. They are tired too. These aren't the only bugs in your bedroom. There are mosses in the wardrobe between your new t-shirt and your favorite jeans дейді. Я шаршадың ба дейді. Онда сенің керемет демалатын орның бұл демалатын төсек орның кіммен бірге дейді. Bed bugs деген төсек қандаласы, иә. Төсек қандаласымен бірге. Өйткені ол да шаршады дейді. Ол сенің тек қана ұйықтайтын бөлмеңде ғана болмайды, сонымен қатар сенің жаңа футболкаңның арасында, сенің сүйікті джинсыларының арасында болады дейді. Time for a bath. This bathroom is empty, isn't it? No, it isn't. Above the bath is a spider on its web. It has a great view of everything from that corner of the room. Енді неге баратын уақыт дейді балалар? Душқа арналған уақыт, ваннаға. Жуынатын бөлме бос, солай ойлайсың ба? Жоқ, олай емес дейді. Ол жақта, жоғарғы жақта нелер бар, өрмекшілер бар дейді. That smell of wood in the living room is great. There are tables, chairs and a bookcase. There are also woodworms and that's not good. Яғни сіздердің демалатын бөлмелеріңізде ағаштардың иісі шығады дейді. Өйткені ол жерде орындықтар бар, үстелдер бар, кітап сөрелері бар дейді. Ол ағаштарда не бар дейді? Woodworm beetle, ағаш құртының қоңызы дейді. Бұл жақсы емес дейді. Your home is your castle. Keep it clean and tidy. Bugs don't live in places дейді. Яғни сенің үйің замыққа айналып кеткен дейді. Сен үйіңді әрқашан таза ұста. Егер сен үйіңді таза ұстасаң дейді балалар, қандалалар, осындай жәндіктер сенің үйінде болмайды. Демек, олар таза жерде өмір сүрмейді дейді балалар. Сол үшін әрқашан үйді не істеп отыруымыз керек? Таза ұстап отыруымыз қажет. Now children, this text is about common household insects. Яғни балалар, бұл мәтін біздегі тұрмыстық жәндіктер туралы екен, иә. Біз жалпы тұрмыстық жәндіктер, мысалға шыбын, көбелек қай жерде көп жүреді, қай бөлмеде, өрмекші қайда болады, тарақандар қайда болады, сол туралы мәтін берілген болатын. Енді сіздер қазір осы жәндіктердің ағылшынша аттарымен танысатын боласыздар. Fly, шыбын. Scorpion, шаян. Spider, өрмекші. Moth, көбелек. Cockroach, таракан. Bedbugs, төсек қандаласы. Woodworm beetle, ағаш құрттарының қоңызы. Exercise 3. Read the text and mark sentences. True or false, яғни сөйлемді оқимыз және де оның дұрыс немесе жалған екенін анықтауымыз керек. There are bugs in all houses. True. You can find cockroaches in the cooker.
яғни тарақандарды неден таба аласыңдар дейді, газ плитаның ішінен. You can find mosses in your bedroom, яғни жатын бөлмеден көбелектерді таба аласыңдар деген секілді. Осы сөйлемдердің дұрыс бұрыстығын анықтап жазуымыз керек, балалар. Exercise 4. Tell your partner 5 new things you learned from the text. Яғни жаңағы біз оқыдық қой мәлімет текстте. Сол тексттен 5 қандай жаңа мағлұмат білдің. Соны жазыңдар дейді. Соны немесе досымызға айтуымыз керек, балалар. Мен өзімнің 5 нұсқамды жазып қалдырдым. Осыған қарап жазсаңыздар да болады. Немесе өздеріңіз мәтіндерді бір қарап шығып, өзіңізге жақын ақпаратты жазып досыңызға айтып берсеңіз болады, балалар. Exercise 5. Listen about insect museum and complete the gaps in your notebook. Compare with your partner. Яғни балалар төменде тұрылған сөйлемдерді толықтыруымыз керек, және де оны досымыздың жазғанымен салыстыруымыз керек екен. Located exhibition you can see open tickets. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осыған қарап жазып алсаңыздар, өз жазғандарыңызды тексеріп алсаңыздар болады, балалар. The imperative, бұл балалар бұйрық құрайлы сөйлемдер, Affirmative, яғни болымды сөйлем. Close the window, let's go out, терезені жап. Мысалға, болымсыз сөйлемде don't open the door, есікті ашпа. Яғни бұлардың барлығы бізде бұйрық құрайлы сөйлемдер деп аталады. Енді осы ережеге сәйкес төменде тұрған 6-шы жаттығуды орындауымыз керек. Use the verbs in the list in the affirmative or negative imperative to complete the sentences. Don't touch the exhibits. Plan your visit ahead of time and avoid guesses. Осылай балалар дұрыс нұсқасын жазып тексеріп алыңыздар. Exercise 7. Collect facts about insects. Write 5 facts. Present your project to the class. You can use the keyword insects. Яғни балалар ақпарат жинауымыз керек. Жәндіктер туралы ақпарат жинауымыз керек. Және де соны сыныпта айтып беруіміз керек. Мен сіздерге 5 ақпарат болу керек. 5 ақпарат мәлімет жинап жаздым. Осыны жазып алсаңыздар болады, немесе осыған ұқсасты мәліметтерді қарастырсаңыздар болады, балалар. Next, exercise 7b. In groups, create a quiz about insects. Яғни жәндіктерге байланысты сұрақ жауап жасаңыздар дейді, және оны топта бір-бірлеріңізге сұрақ қойыңыздар дейді. 5 сұрақ сіздерге дайындап қойдым. Осыны толықтырып, әрі қарай жалғастырып жазсаңыздар болады. Бүгінге сабақ осы, балалар. Келесі сабақта кездескенше.